Выбрать свою профессию, выбрать свой жизненный путь, стать журналистом и... Бейнедегі бала Фариза. Алдарыңызда 2013 жылы бір Алтынсарин атындағы номер 25 мектепті тамамдап, алтын ұя берген біліммен Евния Рустамұлы Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің журналистика кафедрасына түскен арман қуған қыз Фаризаларыңыз. Білім ордасы берген сеніммен мен республикалық және өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарында журналист ретінде еңбек еттім. Радио жүргізуші болдым. Телеэфирлердегі жаңалықтарды тізгіндедім. Үлкен жобаларды қолға алып, биік деңгейде өткіздім. Қазіргі уақытта мен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының Қарағанды облысы бойынша баспасөз қызметін басқарамын. Біз кәсіпкерлерге республикалық деңгейде көмек көрсетіп, қолдау білдіреміз. Осы жолда мен үшін басты құндылық адалдық. Адал ұрпақ ұлт болашағы. Адал еңбек бұл еліңе адал қызмет ету, кәсіби жауапкершілік және азаматтық парыз.